саяхатшылар деп аталады. Ойнаймыз ба? Иә. Балалар, айтыңдаршы, саяхатқа шығу үшін бізге не қажет болады? Фатима айта қойшы. Билет, паспорт. Дұрыс, билет және паспорт қажет екен. Балалар, мен сендерге өзімізге арнап паспорт жасауды ұсынамын. Ол үшін алдымен сендерге осындай мұқабасын беремін, е? Осыған ішін өзіміз толтыруымыз қажет. Мысалға, алдарында фотосуреттерім бар. Осыны жоғарға, сол жағына клей арқылы жапсырамыз, е? Иә. Содан кейін атымызды жазамыз. Мысалға, менің атым Аяжан. Аяжан дегенде 5 дыбыстан тұрады. Мен 5 текше салдым. Және оны дыбыстық талдау жасадым. Дауысты дыбыс болса қызыл түспен, дауыссыз дыбыс болса көк түспен бояймыз. Жақсы ма? Иә. Сосын жасымызды жазамыз. Сен атың кім, айта қойшы? Фатима. Фатима. Фатима дегенде неше дыбыстан тұрады? 6. Сен неше текше саласың? 6. Сен атың кім? Тамерлан. Тамерлан дегенде неше дыбыстан тұрады? 8. Неше текше саласың? 8. Текше саласың. Айта қойшы, сен атың кім? Хамза. Хамза дегенде неше дыбыстан тұрады? 5. Сен неше текше саласың? 5. Сен айта қойшы, атың кім? Асанудияр. Дияр. Дияр дегенде неше дыбыстан тұрады? 5. 4. Неше текше саламыз? 4. 4. Кәне жұмысымызды бастаймыз. Сол жақ жоғарға бұрышқа жапсырамыз. Мінекей. Осылай жапсып шығамыз. Клейміз. Желімді аламыз. Осылай желімдейміз. Алып, атымызды жазамыз. Надира. Е? Мына жерге неше текше саласың, Надира? 6 текше саласың, салау. Дыбыстық талдау жасаймыз. Кейін дауыссыз болса көк түспен бояймыз. Дияр. Балалар, біздер паспортымызды дайындадық, атымызды жазып, жасымызды толтырып, фотосуретімізді жапсырдық, е балалар? Енді біздер саяхатқа шығуға дайын екенбіз. Балалар, біздің мемлекетіміз қалай аталады? Тамерлан айта қойшы. Дұрыс айтасың, Қазақстан Республикасы екен. Ал біздің туған жеріміз қай қала, Самира айта қойшы? Орал қаласы, дұрыс айтасыңдар. Балалар, еліміздің бас қаласы қалай аталады? Фатима айта қойшы? Астана қаласы. Дұрыс айтасың, Астана қаласы. Бүгін біздер Астана қаласына саяхатқа барамыз. Ол үшін әуежайға барып, өзімізге билет алуымыз қажет. Сен қалаға ұшасың? Алматы ма, Астана ма? Жақсы, атыңыз кім? Хамза. Билет күні бесінге. Балалар, біздер бүгінгі саяхатымызға шығуға дайынбыз. Ұшағымыз ұшуға дайын екен. Ұшқыш өз орнында отыр. Ендеше паспортымызды алып, ұшаққа отырайық. Сіздермен қош келдіңіздер. Билетте көрсетілген номер бойынша өз орындарыңызға отыруларыңызды сұраймын. Рахмет. Билетімізге қараймыз. Отырамыз, өтеміз. Номер бойынша өтеміз. Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз Астана қаласына ұшуда. Өз орындарыңызға отырып, қауіпсіздік белгілерін тағуды ұмытпаймыз. Сапарымыз сәтті болсын. Достар, сендер білесіңдер ме, біздің борт қызметкерлері сендерге арнап тәтті тіске масарлар ұсынбақшы. Ол үшін алдымен қолымызды майлы солықтармен сүртіп алуымыз қажет. Қолымызды сулы майлықтармен
сүртуіміз қажет екен балалар. Қолымызды тазаладық, сулы майлықтармен сүртіп. Балалар, борт қызметкерлер сендерге алма және апельсин жемістерін ұсынбақшы. Алма мен апельсинде көптеген дәрумендер бар екен, біздің ағзамызға өте пайдалы жемістер екен. Ас болсын достар. Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз Астана қаласына қонуда. Қауіпсіздік белдігін шешіп, заттарымызды алып түсуге дайындаламыз. Балалар, қараңдаршы, Астана қаласы қандай әдемі, иә? Көрікті қала екен, жас қала екен. Ал бұл бізде Ақорда резиденциясы. Бұнда біздің президентіміз жұмыс жасайды екен. Балалар, бұл бізде бейбітшілік және келісім сарайы екен. Пішіні пирамидаға ұқсайды. Бұл өзі 5 қабаттан тұрады екен. Балалар, пирамиданың ішінде кітапхана, опера театры, музей бар екен. Енді бізде ұлттық музейге виртуалды түрде саяхатқа шығамыз балалар. Бізде ұлттық музейдің ішкі бейнесі екен. Ол өзі 7 бөлімнен тұрады екен. Қараңызшы балалар, ұлттық музейде біз не көріп тұрмыз ортасында? Бұл не екен? Киіз үй. Қазір біз соған виртуалды түрде саяхат жасайтын боламыз. Самира, келе қойш. Самира, бұл жерде не көріп тұрмыз? Бұл не екен? Сандық екен, е? Бұрында біздің ата-бабаларымыз осындай сандықтарды пайдаланған екен балалар. Балалар, бұл бізде киіз үйдің ішкі көрінісі екен балалар. Киіз үйіміздің жоғарында не орналасқан? Яркер айта қойш. Киіз үйдің жоғарында не көріп тұрмыз? Бұл бізде шаңырақ, е? Шаңырақ бар екен. Бүгінгі біздің Астана қаласына деген саяхатымыз осымен аяқталды. Енді Орал қаласына барып, өзіміздің балабақшамызға баруымыз керек екен. Ол үшін тағы да ұшақпен ұшып Орал қаласына барамыз. Балалар, бүгін біздер Астана қаласына саяхатқа бардық. Астана қаласы сендерге ұнады ма? Ұнаған екен саяхатымыз, е? Астана көрікті қала екен. Және де біздер Астана қаласына саяхат жасап, көптеген ғимараттармен танысып білдік, е? Енді соны еске түсіру үшін біздер мына суреттерге қарап отырып, ғимараттың атауын айтып, және кинолентаға естелікке жапсыруды ұсынамын. Балалар, қараңдаршы, бұл бізде қандай ғимарат? Кім айтады? Айта қойшы. Бәйтерек. Бәйтерек екен, е? Фатима, клейді алып, ортасына жағып, кинолентаға жапсырамыз. Жақсы ма? Қандай ғимарат екен? Кім айтады? Самира, бұл бізде қандай ғимарат? Ақорда ғимарат екен, е? Ал балалар, келесі ғимаратты айтайықшы. Бұл бізде қандай ғимарат екен? Надир, айта қойшы. Пирамида екен, е? Балалар, сонымен біздер қай қалаға саяхат жасадық? Астана қаласына саяхат жасадық. Ондағы әдемі ғимараттармен танысып, естелікке осындай кинолента жасадық, е балалар?